Қайырлы күн баршаңызға. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайындағы өте дәмді пицца жасайтын боламыз. Әдеттегідей қажетті құрамы видеоның астында көрсетілген. Ең алдымен бізге бір ыдысқа ұнымызды салмаламыз. Оның үстіне жылы су құямыз. Және құрғақ аштығымызды осылай саламыз. Және үстіне зәйтүн майын құямыз. Егер зәйтүн май болмаса, кәдімгі сұйық майды құйсаңыз болады. Қант саламыз. Және тұзымызды себеміз. Осылай барлығын араластырамыз. Және қамырымызды илейміз. Осындай жұмсақтау, қолға жабыспайтын қамырымызды орап қоямыз пакетке, бетін жабамыз. Көтерілгенін күтеміз, шамамен кем дегенде жарты сағат, 1 сағатқа қоямыз. Енді қамырымызды алып, екіге бөліп, күлше жасаймыз. Енді күлшелерімізді тағы да бетін целлофанмен жауып, жылы жерде ұстаймыз. Тағы 30 минутқа қоямыз, көтерілгенін күтеміз. Енді пиццамыздың бетіне жағатын соусын дайындаймыз. Ол үшін үйде бар майонез бен кетчуп жеткілікті. Яғни екеуін бір тарелкеге салып, жақсылап араластырып, соусымызды бетіне жағатын дайындап қоямыз. Және пиццаның бетіне қоятын салмасын дайындаймыз. Біздің үйдің балдары осылай колбасамен жасаған пиццаны жақсы көретін болған соң, мен тек осылай колбасадан, яғни шұжықтан жасайтын боламын. Ірімшігімізді де теркадан өткізіп дайындап қоямыз. Менде моцарелла сыры. Енді күлшелерімізді жайып, осылай дайындап қоямыз. Шетін осылай қайырып, формасын келтірсеңіз болады. Бетіне дайын болған соусымызды жағамыз, және де салмамызды саламыз. Қалауыңызша бетіне қызанақ қоссаңыз болады. Перец, яғни сіздің үйдегі адамдарыңыз қалай жегенді жақсы көреді, соған байланысты. Енді бетіне осылай ірімшігімізді салып, 200 градуста қызып тұрған пешке салып пісіреміз. Шамамен 6-7 минутта пісіп шығады. Осындай өте дәмді пицца дайын болды бізде. Жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Менің рецептім ұнап, көңіліңізден шығып жатса, арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.